Бүгін біз мынадай детский домашний тапочка тоқитын боламыз. Ол үшін бізге мынадай арнайы детский табандар керек болады. Домашныйға арналған. Өзіңіз қалаған түрін алсаңыздар болады. Неде мынадай крючок қолданамыз. Және біз иран жіптерін қолданатын боламыз. Біз мынадай қайрылып тұрған арнайы дайын тігілген жерлерінен қайрылып тұрғаннан кейінгіні санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6-шысына крючогымызды кіргіземіз. Кіргіземізде жіпімізді алып, иран жібін біз 2 қабаттап тоқитын боламыз. Мінекей 2 қабатын алып, жерден кіргіземіз былай. Кіргіздік. Енді мынау қалған жіптің ұшын қазір бірге тоқып кететін боламыз. Бір воздушный аламыз. Тоқимыздан жіпті кішкене тартамыз осылай. Мінекей. Енді келесі тесікке кіргіземіз крючокты. Жіп осылай крючоктың үстінде қалады. Келесі жіпімізді іліп шығарамыз. Және столбик без накида тоқимыз. Мінекей. Бір тесікке 2 столбик без накида тоқимыз. Екеуін тоқыдық. Келесі тесікке екеуін тоқимыз. Бір және 2. Дәл осылай айналдырып, әр тесікке 2 столбиктен тоқып отырасыздар. Айналдырып, осылай айналдырып тоқып, келесі мынау дәл мынаның қатарына дейін тоқып шығасыздар. Мінекей мен қатардың соңына дейін тоқып шықтым. Әрбір тесікке, мынадай тесікке 2 столбик без накидадан тоқып отырып, осылай айналдыра тоқимыз. Және соңғы тесікке тек біреу ғана тоқисыздар. Мінекей. Тек біреу ғана тоқисыздар. Біріншіге және соңғыға тек 1 столбик тоқисыздар. Енді екінші қатарды біз қайтадан артқа қарай айналып тоқитын боламыз. Ол үшін біз 3 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3. Табанда осылай айналдырамыз да, енді былай қарай тоқитын боламыз. Мына жердегі әрбір тесіктерден 1 столбик с накидом алып отырамыз. Мінекей накид аламыз. Осылай тесікке кіргізіп, столбик с накидом тоқып шығамыз. Келесі тесікке дәл осылай қатардың аяғына дейін столбик с накидом тоқып шығасыздар. Осылай қатардың аяғына дейін тоқимыз.
мінекей екінші қатарды соңына дейін тоқып шықтым. Осылай болып шығады. Соңғы бірінші столбик без накиданың үстінен столбик с накидом тоқимыз. Енді үшінші қатарды столбик без накидамен тоқып шығатын боламыз. Ол үшін бір воздушный петля көтереміз де табанды осылай айналдырып, әр столбиктің үстінен бір столбик без накида тоқып отырамыз. Ең біріншісіне мінекей осылай қатардың аяғына дейін столбик без накидамен тоқып шығамыз. Мінекей дәл осылай үшінші қатарды аяқтаймыз. Мінекей біз үшінші қатарды полный аяқтап, жіпті қиямыз да осылай байлап қоямыз. Енді келесі біз жоғарғы жағын тоқитын боламыз. Мінекей жоғарғы жағын тоқимыз. Ол үшін біз дәл мынау ортасындағы 11 столбикті белгілеп аламыз. Мынау екі жағынан бірдей етіп санап аласыздар да ортасынан 11 столбикті белгілеп аламыз. Және мынау жібімізді осылай кіргізіп тоқимыз. Мінекей бір воздушный аламыз. Накид аламыз да келесі бір тесікті тастап, екінші тесікке столбик с накидом тоқимыз. Мінекей. Және тағы да дәл осы тесікке тағы бір столбик с накидом тоқимыз. Мінекей. Енді накид аламыз, бір тесікті тастап, келесі тесікке екі столбик с накидом тоқимыз. Бір, екі. Мінекей. Дәл осылай тағы да қайталаймыз. Накид аламыз, бір тесік тастап, келесі тесікке екі столбик тоқимыз. Біріншісі және екіншісі. Мынау жіптің ұшын бірге тоқып отырамыз. Тағы да бізде мінекей 1, 2, 3 тесікке тоқыдық. Енді тағы да накид алып, бір тесік тастап, келесі тесікке тоқитын боламыз. Мінекей. 4 мынандай тоқыдық, 4-еуін. Енді бір тесікті тастап, келесі тесікке жіпті кіргізіп, осылай соединительный петля тоқитын боламыз. Және жіпті осылай тартып, мінекей осылай тартамыз да, мынау аяқ табанды осылай ораймыз. Сөйтіп, мына жіпті қайтадан былай тартқан кезде, мынау қатар осылай аяқталып байланатын болады. Мінекей. Осылай байлаймыз да, келесі қатарды мына жақтан бастап қайтадан былай қарай тоқитын боламыз. Мінекей. Жаңағы тоқылған тесік, одан кейінгі 1, 2, 3-ші тесікке кіргізіп, мынау жіпті осы жақтан шығарамыз. Және мынау осылай тартып, теңестіріп аламыз. Мінекей, мына жіп осылай қатты тартылмай, қатты бос болмай, осы бірінші қатардың бойымен осылай тұру керек. Бір воздушный аламыз. Және мынау ең бірінші тоқыған воздушныйға екі столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. Келесі мінекей мынау тесікке екі столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. Дәл осылай қатарды
аяғына дейін тоқимыз. Келесі тесікке 2, одан кейін келесі тесікке 2 мінекей. Соңғы мынау тесікке 2 тоқимыз. 2 столбик с накидом. Енді 1, 2, 3-ші воздушный петляға қатарымызды біріктіріп аяқтаймыз. Және тағы да жібімізді осылай ұзын етіп тартып аламыз да, мынау домашнийді айналдырып байлайтын боламыз. Мінекей. Енді 3-ші қатарды тоқимыз. 1, 2, 3-ші тесікке осылай кіргіземіз. Накид аламыз. Ең бірінші мынау воздушный тоқыған жерге 2 столбик тоқимыз. 1, 2. Келесі тесікке осылай қатарды аяқтаймыз. Үшінші қатарды аяқтадық. Және де 3-ші тесікке мынау жіптеріңіз ұзындау болса, әзірден осылай мына жаққа қарай жасыра берсеңіздер болады. Мінекей. Біз 3-ші тесікке кіргізіп, соединительный тоқып, мына жіпті тағы да әр қатардағыдай тартып байлайтын боламыз. Мінекей. Осылай тартып табаннан толық өткіземіз де, мына жіпті тартамыз. Мінекей. Және мынау жіп осы жерде тоқылып кетсе, өздеріңізге де оңай болады. Менде бірінші аяқ киімде 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 қатар болған екен. Менде осы екінші аяқ киімді 10 қатар етіп тоқуым керек. Және де бір ескеретін жағдай, мына жерден 1, 2, 3-шіге кіргізіп қатарды тоқисыздар, я? Мінекей, екінші жағынан да солай. Бірінші, екінші, 3-ші тесікке кіргізесіздер. Және тоқу барысында әр қатарды осылай орталарына келген кезде қатарларын екі жағын теңестіріп отырыңыздар. Кейде мына жақ үлкен көп петля қалып кетеді, кейде мына жақта көп петля қалып кетеді. Соны теңестіріп отырасыздар. Мысалы, мына жақта көбірек қалып кетсе, осы жақтан 4, мына жақтан 3 аласыздар деген сияқты. Мына жақта көбірек қалса, мына жақпен екеуін солай теңестіріп тоқып отырасыздар. Міне келесі қатарды тоқитын боламыз. 1, 2, 3-ші тесікке крючогымызды кіргізіп, жібімізді іліп алып шығарамыз. Бір воздушный аламыз. Бірінші воздушный петляға осылай тоқисыздар. Және әрбір қатарды дәл осылай тоқып шығасыздар. Мінекей. Мынау петлялар саны біреуге үлкейіп отырады. Мысалы, біз бірінші қатарда 2 столбик накид группадан 4 тоқыдық, келесінде 5, одан кейін 6 болып көбейіп отыратын болады. Және де әр қатарды тоқыған кезде осылай тоқисыздар. Арасына ешқандай воздушный петля алмайсыздар. Әрбір тесікке 2 столбиктен алып отырып, өз беттеріңізше
соңына дейін тоқып шығасыздар. Мінекей 10 қатар тоқып шықтым. Соңғы қатарды осылай байладым. Енді біз соңғы қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін біз мынау ең алғашқы бастаған табанның өзіндегі петлядан біз біреуімен бастап едік, соның сол жерден бастап алатын боламыз. Мінекей осыны аламыз және мына жібімізді осыдан іліп шығарамыз. Мінекей мына жермен осылай жіпті теңестіреміз. Мінекей енді біз бұл қатарды, соңғы қатарды тек столбик без накидпен тоқып шығатын боламыз. Әрбір тесікке бір столбик без накидтан тоқитын боламыз. Мінекей бірінші қатарға, екінші қатарға. Міне екінші қатарда бізде столбик с накидом, ол жерде біз екеу тоқимыз. Мінекей келесі үшінші столбик без накид қатарға біреу. Мінекей бізде басталған кездегі ең алғашқы столбик с накидом. Келесі осылай әр столбиктің үстінен столбик без накида тоқып отырып, соңғы қатарды тоқимыз. Соңғы соединительный петляны мынау домашний табанның өзіндегі мына жерге жасайтын боламыз. Жіптің ілінуі кішкене қиындау болуы мүмкін. Осылай алып, жібімізді орап байлап тартамыз да жібімізді қиямыз. Мінекей енді осы соңғы қиылған жіптің ұшын осылай петлялардың арасына жасырып шығатын боламыз. Мінекей біздің домашний тапочкамыз дайын. Осылай өте оңай жолмен тоқып, бетін әртүрлі гүлдермен, арнайы дайын гүлдерді немесе қойып сәндесеңіздер болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазылып, комментарий жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар.